Өте дәмді әрі пайдалы горох сорпасының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдыра отырыңыздар. Ең алдымен қазанымызға сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымыз қызғаннан кейін үстіне етімізді және сүйек болса, сүйек салып жіберсеңіздер де болады. Менде үйде осындай қабырға болған. Соны қосып жібердім. Етімізді қатты қуыр жібермеңіздер, себебі сорпаға еттің дәмі шықпай қалатын болады. Мінекей осындай мөлшерде қуырғаннан соң үстінен ұсақтап туралған немесе сопақшалап туралған пиязымызды салып, оны да жақсылап қуырып алатын боламыз. Ең дәмді сорпалардың бірі ғой. Мен жолдасым осы сорпаны сүйіп жейді. Өте қатты жақсы көреді. Әркімнің жасалу жолы әртүрлі. Осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Үстінен сәбізімізді салып, оны да жақсылап қуырып алатын боламыз. Жақсылап қуырылғаннан соң үстінен жарты шай қасық томат пастасын қосып, оны да 1-2-3 минут шамасында қуырамыз, себебі томаттың ашты дәмі шығып кететін болады. Үстінен суымызды құямыз. Дәміне қарай тұз бұрыштарыңызды қосасыздар, ол жер түспей қалыпты. Енді қазанымыз қайнағанша қақпағын жауып күтеміз. Шамамен 45 минуттай баяу отта тұрғаннан соң үстінен горохымызды жуып тазалап қосатын боламыз. Егер бұрышы аз болса, бұрыш қоссаңыздар болады. Әркімнің өз қалауы бойынша дәміне қарай. Орташа көлемдегі 3 картопты жуып тазалап, 4 немесе 6 бөліктерге бөліп, сорпамызға қосамыз. Және 1-2 дана лавр жапырағын қосатын боламыз. 10 минутқа қалдырамыз. Осымен біздің сорпамыз дайын болады. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдыра отырыңыздар. Алдағы уақытта тағы да керемет рецептермен бөлісемін.